Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен шоколадны какао алып печеньялардың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма лайк басып, тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға 100 грамм сары майды салып, оның үстіне сахарный пудра, қант ұпасын саламыз. Оның үстіне шым-шым тұзды салып, 100 грамм сұйық майымыздың 50 граммын құйып аламыз. Осылайша жақсылап сары май мен қант ұпасын араластырамыз. Енді қалған 50 грамм сұйық майымызды құйып, үстінен какаоны салып, жақсылап тоқтамай араластырып отырамыз. Бір келкі болып жақсы араласып шығу керек. Енді жақсылап какаомызды араластырып алған соң, үстіне бір жұмыртқаны салып, оны да жақсылап араластырамыз. Массамыз жақсы араласса, өте қанық, күшті түсте болады. Енді оның үстіне ұнымызды жайлап салып араластырып отырамыз. Қалғанын қолдың көмегімен араластырып, осындай қамыр болады. Эластичный, жұмсақ, қолға жабыспайтын тамаша қамыр болып шығады. Осылай формаларды қолдың көмегімен домалақ етіп жасап аламыз. Пышақтың өтпейтін жағымен бетіне осындай узор салып шығамыз. Міне, осындай формада, осындай узорда болып шығады печеньямыз. Үйдегі бар заттардан қолжетімді бағада дайындалатын печенья. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін көрсетейін. Қолымыздың көмегімен осылай жасап аламыз. Пышақтың өтпейтін жағымен осындай узор жасайсыздар. Міне печеньяның барлығын жасап, осындай листке салып аламыз. 200 градус қызып тұрған печкада 10 минут пісіріп аламыз. Мінеки, печеньямыз дайын. Балаларымыз сүйіп жейтін болады. Дәмі де, жұмсақтығы да күшті болған. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнауы сөзсіз. Жұмсақ. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарийлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен әлі талай қызықты рецептермен бөлісетін боламын.